Сәлем менің YouTube көрермендерім. Қалдеріңіз қалай? Қалайсыздар? Менің YouTube каналыма қосылмаған болсаңыздар, міндетті түрде қосылып қойыңыздар. Мен сіздермен үнемі өзімнің тәжірибемнен өткен, өзім тәжірибе жасап көргесін, нақты результат болғасын мен сіздермен бөліскен жақсы көремін. Ендеше осы видеоның соңына дейін көріп, маған комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сізге пайдасы өте қатты тиетініне мен сенемін. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Кімнің басында қайызғақ бар? Кімнің шашында? Көбінде қайызғақ болады қазір, иә? Ал мен қайызғақты қалай кетірдім? Мен сіздермен соны бөліскім келеді. Егер көмектеспеген болса, маған жазыңыздар. Көмектескен болса да, маған жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше өте қарапайым. Сіздер білесіздер ме? Дәріханада, аптекада, например, аспириндер, енді ондай қымбат тұрмайды. Сол 2 штук аспиринді алдым да, мен езіп алдым. Сол аспиринді езіп алғаннан кейін ішіне міндетті түрде өзіңіздің қолданып жүрген шампуньіңізді құясыз. Ендеше көресіз. Бірге жасайық. Мынау аспирин. Мен соған өз басымды жуып жүрген шампуньімді қосамын. Қостым. Маңызды емес, ең қолайлысы өзіңіздің қолданып жүрген шампуньіңіз болса болғаны. Енді өз шампуньімді араластырдым, басымды жуып жүрген. Енді мен оны жақсылап тұрып, осы аспиринмен араластырамын. Көрдіңіздер ғой? Аспиринмен араластырып, осылай қайызғақты жеңдім десем де болады. Аса көп болған жоқ менде, бірақ дегенменде шампунь жақпай қалды менде. Бір шампунь жақпай қалды да, сонымен шашымды бүлдіріп алдым. Сол себептен жақсылап тұрып, іздендім, жасадым, нәтижесін көрдім. Достарыма да, қыздарға да, туыстарыма да осын жасатып көрген едім, барлығы риза болды. Ендеше міне аспиринмен жаңа шампуньді араластырдым, және соны аласыздар былай қолыңызбен алып, шашыңыздың арасына массаж жасайсыздар. 3 минуттай, 4 минуттай массаж жасай отыра, барлығын жағып массаж жасаңыздар. Шаштарыңызға дұрыстап тұрып, кәдімгі 2 қолдап аласыздар да, жақсылап массаж жасаңыздар араларына. Содан кейін жуып тастайсыздар. Таза сумен жуып тастайсыздар. Ешқандай шампунь қоспайсыздар. Соны ішінде енді шампуньіңіз бар ғой, сонымен таза сумен жақсылап тұрып жуып тастайсыздар, қыздар. Өте жақсы көмектеседі. Осыны жасап көріңіздер. Аспиринмен енді қайызғақты жеңу дегенге енді кім сенеді? Сіздер жасап көріңіздер. Сонда нәтижесін көресіздер.